Сәлем достар, біздің Ағарудың каналына қош келдіңдер. Бүгін біз сублимированный мороженныйды дегустация жасаймыз. Мен сіздерге өтініш айта берейін. Қазір мынау тақтада жүрді. Қиып отыр. Біздің Ағару айтады, мына мектепте тақтаға бор бар ғой, тақтаға жазады, сондай бор дейді. Біз бұдан бердік, манго түрінен бердік, фисташка түрінен бердік. Бізде еще мынандай сары бар. Пломбир бердік, клубничный бердік и банановый бердік. Қазір достар, осыған біз қазір дегустация жасаймыз. Ал, кеттік. Бірінші қайсынан бастаймыз? Давайте бірінші сарыдан. Сарыдан, бананнан бастаймыз. Ағару, пісімалда. Бисмилла. Ондай дәмі күшті. Сухой молокалар бар ғой. Я? Дәмі сондай. Я, дұры. Бананның дәмі нормаль екен. Екінші? Бізде клубничка. Клубникадан көреміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Клубника әдемі, кәдімгі сүтке сухой молокалар бар ғой. Я? Сүттер. Я Құрғақ сүттер. Сонда құрғақ сүттің дәмі шығады. Я. Бізде енді молочки. Тура сүт сияқты мынау, я? Жеген кезде кесек сияқты, яғни құтыр етеді. Я. И келесі бізде Ақ. пломбир. Қандай? Зор. Зор ма? Я. Фисташка. Енді жасыл деп қыл болады деп қой. Келесі бізде Жасыл. фисташка. Фисташка. Қорқам. Ой. Кәс. Қалай Ағару, саған ұнады ма? Келесі Манго. ең соңғы бізде манго. Кеттік. Манго деген. Одан да қышқыл болады деп тұр. Манго біздің Ағаруға ұнамады. Мангоны алуды ұсынбаймын, өйткені кәдімгі өріктер бар ғой, құрғақ. Сондай өріктің дәмі шығады. Ал енді баға беріп кетейік, Я. Ағару? Қайсысы саған көп ұнады? Қайсысы ұнады? Маған сары ұнады. Маған клубничный ұнады. Ақ ұнады, мынау ұнады. Жасыл Ағаруға банан, клубничный, пломбир и фисташка ұнады. Ал Ағару екеумізге де манго ұнамады. Достар, алып бір рет жеп көруге болады. Дәмі күшті, керемет екен. Бірақ енді мороженое сияқты емес. Я. Кәдімгі сухофрукты сияқты, иә. Ал достар, бүгінгі біздің сендерге видеомыз ұнаса, Лайк басып, комментарий жазуды. және подписка жасауды ұмытпаймыз. Сау болыңдар. Кездескенше сау болыңдар.